Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында свежий салат, редискадан әдем салат жасайтын боламыз. Алдыменен маған қияр, редиска, капуста, укроп керек болады. Оларды жуып тазалап алып кеп қойдым. Енді сыртындағы керек емес жерлерін кесіп алып тастайтын боламыз. Басы менен аяқ жағын алып тастаймыз. Осындай жерлерін кесіп алып тастаймыз. Салаттар көктем мезгілінде өте қажет денсаулыққа. Салат жасап жесеңіздер болады, дәмді. Үлкен кісі де, бала да жей береді бұны. Осылай керек емес жерлерін кесіп аламыз. Енді бұны бөліктерге бөліп жұқалап турайтын боламыз, соломка қылып. Әркім өзінің қалауынша тураса болады. Теркаменен өткізсеңіздер де болады. Осындай соломка. Мен қолдан турағанды жөн көрдім. Енді бұны ыдысымызға саламыз. Қиярымызды да солай турап аламыз. Соломка қылып. Bunu da ыдысымызға саламыз. Капустамызды да жұқалап тураймыз, майдалап. Bunu da salamыз. Оған енді укроп тураймыз. Укропты да ұсақтап тураймыз. Енді бұған тұз саламыз. Керегінше саламыз. Майонез саламыз. Енді араластырамыз жақсылап. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар. Қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Менде жаңа салаттар шықса, жаңа рецепттер шықса, бірден сізге баратын болады. Үйлеріңізде балдарыңызға жасап беріңіздер.
Менин балдарым кубана жейт, жакшы көрөт свежий салатты. 6 баланын анасымын. Көрүңүздөр, жасап бериңиздер. Соңуна дейин карагандарыңызга рахмет. Ас болсун.